Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Есім Еркебұлан. 2023 жыл 22 қыркүйек, батыс уақытымен сағат 19:30. Құрметті бауырлар, бөлісе кетер жаңалығымыз бар. Жаңалығымыз Евразиялық экономикалық одақ елдеріне кірмейтін, үшінші елдерден кірген автокөліктер туралы болмақ. Сол үшінші елдерден келген автокөліктерді еврокласы төмен немесе жылы көне автокөліктерді қазіргі таңда СБГТС-тен өту, сертификат алу мүмкіншілігі болмай тұр. Кедендік тазартудың өтер алдында барып СБГТС-тен өтесіздер, содан кейін барып кедендік тазартуды істейсіздер деп шарт болатын. Соны орындалып өткен жайы бар, өйткені оның еврокластары төмен немесе жылдары көне. Соған байланысты, құрметті бауырлар, енді сіздерге осы 2023 жылдың қазан айының басынан бастап сол автокөліктерді СБГТС-тен өту мүмкіншілігі беріледі. Және ол мүмкіндік осы жылдың аяғына дейін, желтоқсан айының аяғына дейін, ағымдағы жылдың жалғасатын болады. Сіздерге сол СБГТС-ті өткеннен кейін кедендік тазартуға барған кезде сіздерден шетелден учеттан шешіп алып келу, тіркеуден шешіп алу, немесе алып сату келісім шартын, договор купли-продажа дейміз, соның бәрін сұрайтын болатын. Және де падармен жүрген автокөліктері, падарменді өзіміздің халықтың ішіне ат қойып алдық. Мысалы, Грузия мемлекетінің немесе Моңғолия тағысындағы үшінші елдердің мемлекеттік нөмірлерін, техникалық құжаттарының бәрін әкелмей-ақ өтуге мүмкіндік болады. Шетелден барып учеттан шығарып алып келу, қағазына келу, сондай бұрынғы оригинал документтерін табу ештеңе мүлдем керек емес болады. Сіздерге СБГТС-тен өтесіздер, СБГТС-тің үстінде номері болады өзінің, сол арқылы сіздерге таможняға барған кезде қолдарыңызға басқа декларация береді, сол декларация арқылы кедендік тазартудан өтесіздер. Кедендік тазартуды төлеп өтіп болғаннан кейін 1 қыркүйекке дейін 2022 жылдың кірген автокөліктер алғашқы тіркеу жарнасымен өтел алымының орнына 215 мың теңге ақшасын төлеп, кедендік тазартудан тыс басқа машиналарыңызды тіркеуге қоюларыңызға болады. Енді бұл жаңалықпен бүгін осы жаңа кешкісін ғана Сауда және интеграция министрлігінің жанындағы техникалық реттеу және метрология комитетінің төрағасы Елікбай Қуаныш мырза хабарласып айтқан болатын. 10 күннің ішінде қазір реестр дайын болады, сол біткен бойда біз жұмысты бастаймыз деді. Сол, құрметті бауырлар, осы бір жақсылықтың нышаны деп білейік. Ешқандай сұрақтар қалған жоқ, ешқандай сұрақты ешкім ұмыт қылған жоқ, ешкім ешқайда кеткен жоқ, ортада бармыз. Бүгін сұрақтар көтеріліп, айтылып жатқан жайы бар. Амандық болса жақсы шешімдері болып қалады деген үміттеміз. Үмітсіз шайтан дейді қазақта. Сол, құрметті бауырлар, назарларыңызға көп рахмет. Үй іштеріңізге бәрі аман болсын. Жол ережесін қатаң сақтап, асықпай, ешқандай жол көлік оқиғасыз жүруге кеңес береміз. Жолдарыңыз болсын, үй іштеріңіз бәрі аман болсын. Бәрімізге ақ номер алып, осы қазақтың титтей де, осы кішкентай да осы проблемасын шешіліп, уайым қайғысыз өмір сүретін күніміз жақындап қалды деген сенімдеміз. Бәріңізге ақ номер алуға тілектеспін. Құрметті бауырлар, бәріңізге назарларыңызға көп рахмет, қолдауларыңызға мың алғыс. Жақсылықтың бір нышаны деп білейік. Ешқандай сұрақ қалған жоқ, бүгін сұрақтар көтеріліп жатыр. Осындай жақсы жаңалықтарымызбен жиі хабарласып тұратын күндеріміз көп болады деген сенімдеміз. Амандық болса бәрі айтылып жатыр, жазылып жатыр. Амандық болса қазан айының басында тағы да бір-екі ойластырған бір хатта шараларымыз, нелеріміз бар, ұсыныстарымыз бар, алдында қойылған, соған бір жауаптар алатын істейтін кездерді жақындап қалды. Біраз мәселенің шешіліп, жақсы оң шешімі табады деген сенімдеміз. Және қосымша айта кетейік, с двойной ГРНЗ, с двойным ВИН-кодом существует деген автокөліктер, немесе өзің автокөлігін 1 қыркүйекке дейін кірген, дәлелдемей жүрген азаматтардың тарапына да бір жақсы жаңалықтар шығып қалу керек деді. Оны әліптің артын бағайық, не беги впереди паровоза дейді, кешірім өтінемін орысшам үшін. Амандық болса, ол туралы жаңалықтар келіп жатса, міндетті түрде ортаға салатын боламыз. Назарларыңызға көп рахмет. Үй іштеріңіз бәрі аман болсын, құрметті бауырлар. Ешкім ұмытып қалған жоқ, бәріміз бармыз. Успокоительный группа емеспіз, инициативный группамыз, барымызша ынталы топпыз. Ынталығымызды білдіріп, осындай қазақтың бір мәселесін шешуге, Абай атамыз айтқандай, сенде кірпіштің не тетігін тапта бар қалан деген сияқты, осы бір мәселенің ішінде бір кірпіштей болып, тетігіміз тауып қаланып, қазақтың кішкентай да осы мәселесін шешуге септігіміз тисек деп жүрген азаматтарымыз. Назарларыңызға көп рахмет. Үй іштеріңіз аман болсын, құрметті бауырлар. Жақсы жаңалықтармен қауышқанша.